Адам ағзасындағы пайдалы бактериялар жайлы естідіңіз бе? Сол жайлы сіздерге толыққан ақпарат беріп кетейін. Адам ағзасында тоқ ішекте, аш ішекте пайдалы бактериялар деңгейі болу керек. Ғылыми тілмен, түсінікті тілмен сіздерге айтып беретін болсам, пробиотиктер, яғни бифидолактобактериялар деңгейі адам ағзасында болу керек. Көптеген адамдар осының деңгейін анықтамайды, зерттемейді. Соның салдарынан адам ағзасында түрлі аурулар пайда болады. Соның бірден бір күрделі жақтар аутоиммундық аурулар пайда болып бастайды. Яғни сіздің өзінің иммунитетіңіз сізді қорғау орнына сізге қарсы жұмыс жасайды. Осындай түрлі адам ағзасына кері әсерлерін тигізіп жатады. Сол себептен де адам ағзасындағы пайдалы бактериялар деңгейін анықтап, зерттеп біліп жүргендеріңіз дұрыс болады. Біздің биоанализатор аппараты арқылы диагностиканы өту арқылы кешіретін бактерия, яғни пайдалы бактериялар деңгейін анықтап, деңгейін білсеңіздер болады. Соған байланысты соны толықтыратын ем-шара алып кетсеңіздер болады. Егер толыққанды диагностиканы өткілеріңіз келетін болса, төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз.